Assalomu alaykum. Mына жартысы misali mine setki turadi. Menki kichkina setki. Mine mынандай жасап qo'y керек qo. Kiydir-budir. Mine tosатын mine. Mine mынандай. Так, assalomu alaykum қазақ елі, екісі ютубер наштан стайл TikTok. Мынау заттармен біз қалып жасаймыз. Мынаның біреуін кесеміз енді. Kesуге тура келіп тұр. Қалып жасап монша салу керек. Моншаның қазір қораның үстінде 40 болған, 40-та 60 болған. Енді бұны жіңішкерек қылып жасаймыз. 25 ба, 30 ба көреміз енді. Болғасын көрсетем бұйырса. Мынау 40 болды. 5-тен 5-тен ағаш кесе, іші 30 болады. Мынау 65 болды. 65 болған себебі лай құйып атқанда бір видео түсірем. Сосын мынаның сыртына келтіру керек. Лай ұста болады. Мынандай жерлері болсашы, көңіл бетін сыртына келтіріп жүру керек. Қазір жасайым, бұйыртса көрсетем. Міне бұйырса болды. Мынасы 30, мынасы 65. Не үшін 65 болды дегенде ше. Біреуін бұлайынан қойсақ, екіншісі жартысы болу үшін мына жерде 5 см артық болып тұр. Мынау мысалы давалдың үсті болды ма? Жерге құйдық, лайым жерге келді міне. Лайым жерге келді. Екіншісін енді оған жартылай келу үшін мынандай жер. Көрдіңіз бе? Мынандай жерге мынаған тура келе алмайды. Мынауынан тірек қалады. Соның үшін 60 болса отылып қаласың. Аралық бос қалып қалады. Соның үшін 65 болғанда бір-бірін байлап түседі кейін. Түйіп атқанда көрсетем бұйыртса. Болды енді. Негізі 4 шеге 8 шегемен тындым болды. Енді құлап боса шеге балға деген жетеді ғой. Ұрып қайтадан жөндеп боламыз Алла қаласа. Та бисмилла деп құйып көрдік. Мынаның мынаумен ұқсамайтыны. Ені кішкене, биіктігі де ұзындығы ұзындау. Ені кішкене және аласа. Мынау ені 40, ұзындығы 60, биіктігі 20 ғой деймін. Мынау 12. Бұның енді көреміз. Бұның жаңа жұмыс жасаған ыңғайлы жері ше. Мынау мен бұлай піспек дегенде бұның бояласа да толық барады. Сосын бұлай сылақ қойғанға да жақсы екен. Бірақ енді нәтижесін алғасын көреміз. Сосын бұлай сұйықтау болса да бола береді. Анаған сұйық болса бойы биік, ені үлкен. Сұйықлай болмайды, алған кезде ағып кетеді. Мынаған енді сәл сұйықтау қылдық, жұмыс тез өнеді. Битсең өзі неге барады да? Қалай айтамыз? Баратын жеріне толық болады. Кірпіш сапалырақ бола ма деп жатырмыз, көреміз енді нәтижесін. Әзір алам, алғасын көрсетем. Міне бұйыртса алдық. Бар ойдағыдай болды. Мыналар сәл нығыз болмаған. Аралар бос-бос. Мынау енді шамалы одан біраз көрім. Енді бәрібір қора болғасам болады деп ойлап отырмыз енді. Аса жаман деп айтуға болмайды. Осылай нәтиже. Жаңа қалып, жаңа стандарт. 30-65, биіктігі 12. Әдемі шығар екен. Қойы болды, сұйық болды демесің, айдай бересің. Тез екен бе? Сосын қораның арты болдау деп тұрмын. Енді болмаса. Бір қатар құйылса құйылады, құйылмаса болдау деп тұрмын. Так. Қораның ең биік жері. Қолым әрейін жетеді. Болмаса бір қатар құйып жүрем ерінбей. Так. 6-дан 44 минут, 5-тен 44 минут кетті. Ана жерге дейін құйдық. Мына жердегі барлық топырақты лайық қойдық. Ертең бұйырса анадан энергияны до конца құямыз. Содан мынаның үсті кеппейді. Асқан лаймен не істейміз? Мынаны сылап тастаймыз. Бұйыртса Алла қаласа іш жағын сылап тастаймыз. Осымен жұмыстан түсеміз. Түскенде енді сәл бір 5-10 минут дем алып, жем жарып, мына жақтағы бұқаларды жөндейміз. Колам қайда менің? Колам бар мына жерде. Так. Оппа. Коладан ішіп аламыз да. Мен орындық бар жасақ қойған. Оппа! Жақсы аман сау болыңыздар.